Ассалаумағалейкум достар, Қазақ ТВ көрермендері. Сіздермен бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз өзіміз күнделікті қолданып жүрген смартфондағы көп функцияның бірімен танысатын боламыз. Егер ВК, Инстаграм, Фейсбук секілді программалардың құпия сөзін ұмытып қалатын болсақ, яғни паролін қалай білуге болады? Ол үшін настройкиге кіріп, төменге қарай түсіп, Google дегенді тауып аламыз. Жоғарғы жағында управление аккаунт деген тұрады. Безопасность дегенді, жоғарғы жақтан безопасность дегенді тауып аламыз. Және де төмен қарай түсеміз. Төмен қарай түскенде дисплейтер пароли деген тұрады. Соны басып, өзімізге керекті сайтты таңдап, паролін біле аламыз. Осымен видеомызды аяқтай отырып, сіздерге аз да болсын ақпарат бергеніме қуаныштымын. Келесі көріскенше сау болыңыздар достар.